Ғаламтор желісінде танымал әнші Қайрат Нұртастың костюмі сатылады деген жарнама жарияланды. Айдос Сандыбаев есімді азамат әншінің киімін бақандай $500 000 теңгеге бағалапты. Жарнама авторының айтуынша қымбат түймелермен безендірілген ақ түсті костюмді ол Семейде өткен концерт барысында қағып алған. Аталмыш концерт 28 маусым күні Спартак стадионында болып өтті. Кештің көркін қыздыру үшін Қайрат ән айтып жатып, үстіндегі костюмін шешіп, көрермендерге қарай лақтырған. Бүгінде жұлдыздың костюмін сатып алуға қызығушылық танытқандар саны көп, бірақ көпшілігі бағасын арзандатуды сұрап отырған көрінеді. Тіпті Audi көлігін ұсынғандар да бар екен. Алайда жалдамалы пәтерде тұратын Айдос оны арзанға сатқысы жоқ. Ал шетелде мұндай жағдайлар қалыпты үрдіске айналған. Жақында ханшайым Кейт Миддлтонның осыдан 5 жыл бұрын некелесу рәсімінде киген қою көк көйлегі қайта сатылымға шықты. Осылайша Кейттің сәнді көйлегін кез келген қыз келіншек киюіне мүмкіндік алды. Трап көйлектің сұранысқа ие болғаны соншалық тез арада сатылып кеткен. Сәнгерлер болашақта оның бағасын $900 да арзандатуды көздеп жатыр.